Балалар, бүгін біздер таза алақан денсаулықтың кепілі атты тәжірибелік зерттеу жұмысын жасаймыз, иә? Менің қолымда ненің суретті? Қолдың суретті. Біздің қолымызда көбіне балдар шаң тозаңдар болады, микробтар болады. Осы микробтарды біздер микробтардан тазару үшін не істеу керекпіз? Қолымыз жуу керек. Немен жуу керек? Сабынмен жуу керек. Енді қарайық, ол қолда микробтар қандай болады екен? Қазір мына қол суретін ыдыста тұрған суға салыңыздар. Микробтар қандай болып көрейік? Қараңыздар балдар, қанша микробтар, аз ба көп па? Көп екен, иә? Не біздер көрдік. Қолымызда бізге көзімізге көрінбейтін жаңағы түрлі микробтар болады екен. Сондықтан біздер қолымызды жуып жүру керекпіз. Келесі біздің зерттеу жұмысымыз ыдыста ненің суреті тұр тағы да? Қолдың суреті тұр. Енді біздің қолымызда шаң қандай болады екен, соны қазір зерттеп көрейік. Ыдыстағы суды алып, мынаған жайлап құясыздар. Суретке ыдыстағы суды алыңыздар, кәседегі. Сосын мынаған құйыңыздар, тостақандағы. Жайлап. Жақсы. Қоя қойыңыздар. Тағдарихын саған құюға болады. Енді бала қараңыздар. Мынау менде жаңағы шаң болсын да, лас болсын, шаң тозаң. Міне, қолға осылай шаң тозаңдар. Осылай қолға көрінбей, қолда тұрады екен шаңдар. Көрдіңіздер ме? Көріп отырып қыз балдар? Көріп тұрсыңдар ма? Иә, көріп тұр. Міне шаңдар осылай көп болады. Енді осы микробтар қашу үшін біздер мына сұйық сабынмен қолды жуған кезде не болады екен, соны көрейік. Саусағына, Әлихан, мына сұйық малды тигізем, сұйық сабынды тигізем. Көрдің бе, қашып отыр, иә? Қашты. Қайсы? Саусағына. Ал тигізе ғой. Жоқ, просто тегізсең болды жарайды. Жай ғана тегізсең жарайды. Тек тамызсаң болды. Тамызсаң ғана білінеді. Саят, тамыза қойшы. Міне қашты. Көрдіңдер ме? Шаңдар қалай қашып жатыр. Ластар, микробтар. Көрдіңдер ме қолдар? Қолдарын сүрте қойыңдар майыққа. Мынандай сүрте қойыңыз, қастарыңыздар. Сәлем. Балалар, келесі біздің зерттеу жұмысымыз жаңағы тағы ненің суреті алдымызда тұрған? Қолдың суреті. Мынау біздерде сабын болсын да, көрсете қойыңдар. Сабындарыңды көрсетіңдерші. Мынау бізде сабындар балдар. Енді осы сабынмен қолдағы микробтарды қалай кетіреміз, қалай кетеді екен, соны қазір зерттеп көрейік, тәжірибе жасап, жарай ма? Сабынымызды суға саламыз. Суға саламыз, қатты жаңағы суды қайтадан ағызып, қысып аламыз. Су қалмау керек. Былай етіп салыңдар. Мынандай етіп салыңдар. Сосын бүйтіп қатты қысып аламыз. Сосын кетіреміз. Сабынмен кетіреміз. Қолдағы микробтарды. Көрдіңіздер ме? Кетіп жатыр ма бұлда? Иә, кетіп жатыр да. Саят, сенің үйіңді кішкене суын әлдеде мұнда жіберейік. Ағызып, қалай сүртеміз. Кетті ма, Саят? Иә. София, сенде де кетті ма? Көрдіңдер ма, сабын қалай кетіреді? Микробтарды осылай аттап етіп тазалап, қолды тазартады екен. Міне, қолымызда таза болды біздің. Жарайсыңдар, сабын осылай тазалайды екен. Енді балдар, сіздерге осы бүгінгі зерттеу жұмыстарымыз ұнады ма? Иә. Жарайды, мен де сіздерге ризамын, жарайсыңдар. Енді осы бүгінгі зерттеу жұмысымызды көркем сөзбен аяқтайық. Біздер жаңағы жуған кезде айтатын көркем сөзімізді айтамыз. Тазалықты іздесе, мөлдір судан аласың. Жиі жуынсаң, аппақ таза боласың. Балалар, тағы бір сұрақ. Жаңа көптеген зерттеуді жасадық. Ал біздер осы қолымызды қай кезде жуу керекпіз? Тамақ ішер алдында, сосын сырттан ішке кірген кезде, да? Серуеннен кірген кезде, сосын тағы да қай уақытта? Тамақ ішер. Айтты. Дәретханадан шыққан кезде қолды сабындар жуу керексіңдер. Балдар, жарайсыңдар? Жақсы қатынастыңдар.